بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب الأسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار بعدد نعم الله وإفضاله. نقرأ كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Өткен сабағымызда Каабаның қасиетті үйдің қайтадан салынуын, жаңартылуын айтып өткен едік. Соған қосымша мағлұмат: Каабаны кім құлатады? Кааба қашан жер бетінен жойылады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде былай баяндап кеткен еді: қияметте зи ас-суайқитайн деген Хабашадан шыққан эфиопиялық қара нәсілді адам құлатады Каабаны. Есімі зи суайқитайни. Суайқитайни деген есімді Эфиопиядан, Хабашадан шыққан адам Каабаны құлатады. Одан бұрын білесіздер, пайғамбарымыздың шариғатын жалғастырмайды. Бәлкім сол шариғатта құлшылық жасап, сол шариғатта жанын тапсыратын соңғы пайғамбар қалды. Кім ол? Иса алейхиссалам. Ол кісінің дағуаты әлі аяқталған жоқ. Шариғаты тоқталғанмен де дағуат аяқталған жоқ. Ол кісінің миссиясы біткен жоқ. Ол кісінің миссиясы қашан аяқталады? Түсіп, мойнында қалған міндеттер бар, жауапкершілік соны аяқтайды, жерге табысталады. Жерге табысталған сәтте ол кісі миссиясын аяқтаған болып есептеледі. Жалғыз үммет, ол пайғамбарымыздың үмметі, Иса алейхиссалам келгеннен кейін ол кісі өмірден өтер сәтінде қайда жерлейтінін біз білеміз. Ол кісінің жерлейтін және жерленетін жерін Мұхаммадия үмметі біледі. Қай жер? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Иса алейхиссаламның жататын жерін көрсетіп кеткен екен. Айша анамыздың бөлмесі мынау болса, мына жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жатса, мына жерде, мына тізе тұсында, белден сәл төменірек сол тұста Абу Бакр жатыр. Абу Бакрдың аяғы жағында, аяқ тұсында Омардың басы жатыр. Міне, пайғамбарымыздың мына жоғары жағында бір адам жерленетіндей бір адамның орны бар екен. Ол кімнің орны? Иса алейхиссаламның орны екен. Пайғамбарымыз соны не істеп кеткен? Көрсетіп, үмметке не істеп кеткен? Үйретіп кеткен екен. Иса алейхиссалам түседі. Иса алейхиссалам түскеннен кейін пайғамбарымыздың шариғатында болады. Біз сияқты Каабаға қарап құлшылық жасайды. Шариғатты көп өзгертпейді. Шариғатымызда екі-ақ нәрсені өзгертеді. Соның біреуі қайтадан джизия деген бар ғой. Джизия деген салық. Соны не істейді? Джизияны қайтадан заңға енгестіріп, дінде бар нәрсені қайтадан жаңғыртады. Соны талап ететін болады. Екіншісі қазір есіме түспей тұр. Сосын кімді өлтіреді? Иса алейхиссалам Даджалды өлтіреді. Даджал өзінің әскерімен, оның әскері белгілі, ол көпшілігі кім болады? Еврейлер болады. Даджал өзінің әскерімен артқа шегініп, қашып отырып, қайда тығылады? Ақса мешітіне барып тығылады. Оның баспаналап тығылатын жері Ақса. Ол хадисте баяндалған, белгілі бізге. Мұсылмандар барлығы білет, оның қай жерге барып баспаналайтын, тығылатын білет. Ол бағанағы Ақса мешітіне барып кіреді. Иса алейхиссалам келіп,
оны қолындағы найзасымен деп айтады. Бір риуаяттарда сол найзамен өлтіреді дейді. Бір риуаяттарда Иса алейхиссаламды көрген кезде ақ бағанағы дәджжал қар сияқты немесе тұз сияқты немесе қан сияқты езіліп кетеді деген, еріп кете салады деген. Иса алейхиссалам өмірден өткеннен кейін қиямет басталады. Қиямет кімдерге болады? Кәпірлерге болады. Қияметтің Құранда баяндаған, хадисте баяндалған ашты, үрейлі түрлері бар ғой. Ана басымыздағы тұрған түн, күн, қаншама градус ыстықтағы, күн қайда лақтырылады? Теңізге лақтырылады деген. Сол теңіз қанша градус қайнайды енді есептеңіздер. Соған басымыздағы тұрған мына жылудың көзі болған, шырақтың көзі болған күн соған лақтырылады. Соншалық қайнаған кезде адамнан еш нәрсе қалмайды деген. Құранның соңғы 30-шы парасында қияметті Алла тағала жақсылап баяндаған сурет деген. Құранның соңғы 30-шы парасында. Қалған 29 парада олай суреттелмеген. Жалғыз 30-шы парада қияметтің болатын суреті бейнеленіп берген. Мына әлемнен еш нәрсе қалмайды. От жанған кезде оттың үстінде бүйтіп лапылдап, бүйтіп ұшып жүретін мынандай өте жеңіл, салмағы жоқ бір ұшқын болады. Сондай болып кетеді деген мына әлем. Сол қиямет кімге болады? Ол қияметті кімдер көреді? Мұсылмандар көрмейді екен. Алланың құдіреті. Иман еткен пенделері көрмейді екен, оны көретін кәпірлер екен. Сол азапқа душар болатын, қиямаға түсетін ол кәпірлер. Иса алейхиссалам өмірден өткеннен кейін, Каба құлатылғаннан кейін, Құран бетіндегі мына парақта тұрған Құран, Алланың сөзі өшіріледі, кетеді, жойылады. Тек қана парақтар ғана қалады. Содан кейін самал жел есіп өтеді екен, жер бетінде самал жел есіп өтеді. Сол самал жел мұсылмандардың жанын алып кетеді екен. Міне, мұсылмандарды азаптамайды, қинамай-ақ бағана самал желді не істейді деген мұсылмандардың жаны алып кетеді. Содан кейін ақ қалған жер бетінде кәпірлер бағанағы қияметті көреді екен. Түсініңіздер ғой, міне, Каба құлатылады, Құрандағы Алланың сөзі өшіріледі, жойылады, содан кейін самал жел кеп, не істейді мұсылмандардың жандарын алып кетеді. Кәпірлер бағанағы Құранда сипатталған қияметті көреді. Иса алейхиссалам өмірден 33 жасынан өткен. 33 жаста. 33 жасында өмірден өткен. Баспанасы болмаған, кезіп жүрген. Кеш болды ма, қай жерге жетті, сол жерге түней салатын болды. Таңертең тұрып қайтадан ары қарай не істейтін, жалғастырып кете беретін. Себебі ол кісінің міндеті, парызы неді? Тәблиғ, жеткізу. Шамамен ол кісіде сондай бір уақыт жер бетіне түскеннен кейін шамамен бір 40 жыл деп айтады. Өмір сүреді, сонда 40-қа 33-ті қоссаңыздар, 73 шамамен сонда өмір сүреді. Ол кісі жерге табысталады, жерге табысталу керек барлығы. Содан кейін барып не басталады? Қиямет басталады. Сосын біз пайғамбарымыздың би'аса дегеніміз пайғамбарымыздың пайғамбарлығы. Пайғамбарды берген жоқ, пайғамбарлықты берген жоқ, бәлкім пайғамбарлық бар, бойында бар. Сол пайғамбарлықтың ашылатын, уахидың келетін сәті деп айтады бұны. Ал біз көпшілігіміз бүйтіп түсініп жүреміз. Пайғамбарымызға 40 жас 6 айында пайғамбарлық берілген деп, пайғамбарлықты алған деп, Құранды алған деп түсініп жүрміз. Ол қате. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлықты, Құранды 40 жас 6 айында алған жоқ. Ол кісі жаратыла салып ақ Құрандап қойған. Неге? Себебі ақидада білеміз, сенімімізде Құран ол нұр, қандай бір тілге, әріпке байланбайды, мұқтаж емес. Алланың сөзі әріптен тұрмайды, дыбыс, дауыстан тұрмайды. Ол әуел баста не болды? Нұр ғана болған. Алла тағала пайғамбарымыздың рухын нұрдан жаратты да жаратқаннан кейін ақ өзінің нұр болған сөзін не істеді? Пайғамбарымыздың рухына мөрлеп қана басып берген. Табаға дейді. Табаға дегенде мөрлеген. Уақыты келген сәтте, міне уақыты келді. Соны не дейді? Би'аса дейді.
уахидың келетін сәті. Жибрил алейхиссаламның келіп пайғамбарымыздың не істейтін сәті, бағанағы бойындағы бар пайғамбарлығын шығаратын сәті. Түсіндіңіздер ме? Адаспайық, иманымызды толықтырайық. Пайғамбарымыз 40 жас 6 айында Құран алған жоқ, болып баяғыдап қойған. Қияма сүресінде былай айтады: «Уаяссарнаху билисаник». Уаяссарнаху, біз оны жеңілдеттік, оны Құранды, билисаник, сенің тіліңмен. Демек, пайғамбарымыздың рухына мөрленген нұр ол Құран. Әлі әріпке байланған жоқ, әріппен мағыналы болып шыққан жоқ, әлі нұр болып тұр. Соның уақыты келгенде пайғамбарымыз сол нұрды не істеп береді бізге? Өзінің араб тілімен мағына беріп, түсінікті қылып шығарып береді. Қияма сүресінде тұр: «Уаяссарнаху билисаник», біз оны сенің тіліңмен не істедік? Жеңілдетіп шығарып бердік. Міне, пайғамбарымыз Құраши, арабтан шыққандықтан бағанағы нұр қай тілмен жетті бізге? Қай тілмен жеңіл болып келді? Пайғамбарымыздың тілмен. Ол қандай тіл? Араб тілімен. Міне, демек, бағанағы нұрға мағына берген, мағынасын түсінікті қылып берген кім екен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Биаса, сол пайғамбарлықтың алдындағы өмір қандай болды, соған тоқталған еді. Кез келген пайғамбардың өмірі осындай, өнеге бар. Дүние жинамаған, дүниемен шұғылданбаған, артық нәрсемен шұғылданбаған. Иса алейхиссаламды мысал еткен едік, соны жалғастырайық. وَكَذَلِكَ رِعَايَةُ الْغَنَمِ فَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا كَمَا أَخْبَرَ عَنْ ذَلِكَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ في حديث البخاري. Бұхаридің көптеген хадисінде, Алла мейірім алсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қой баққаны, өзге де пайғамбарлардың қой баққан жайында сахих хадистер көп. Неге қой бағу керек? Қой бағуда көптеген тәрбие бар, сыры бар. Соған тоқталайық. وَهَذِهِ أَيْضًا مِنْ بَالِغِ الْحِكَمِ. Міне, қой бағу бұл даналықтың бір хикметтің несі, нышаны. فإن الإنسان إذا استرعى الغنم وهي أضعف البهائم سكن قلبه الرأفة واللطف تعطفا. Кімде кім қойды бақса, ал қой дегеніміз жануарлардың, малдың ішіндегі ең әлсізі болып есептеледі. Қой баққан адам сол әлсіздікті не істейді? Қойдан алады екен. Қойдың әлсіздігі саған жұғады екен. Сенде қандай сипат пайда болады? Ар-рафа, жұмсақтық. Ал-лутф, лутф дегеніміз жұмсақтық болды, мейірімділік пайда болады екен. Бағана қойдағы қасиет саған өтеді. Тааттуф, мейірімдік қанатын төсеу. فإذا انتقل من ذلك إلى رعاية الخلق كان لما هذب أولا من الحدة الطبيعية وظلم الغريزي. Міне, адам ертең пайғамбарымыз пайғамбар болып, елдің алдында пайғамбарлығын көрсеткен сәтте не болып тұрады дейді? Бойындағы табиғи қаттылық болады адамда. Бойындағы адамның қаттылығы болады. Соны не істеп барады екен? Қой бағымен соны жұмсартып, жұмсақ болып барады. Фаякуну фи а'далил ахвал. Осылайша қой бағумен пайғамбарымыздың немесе жалпы адамның несі, мінезі бір қалыпты болады. Валамма шабба алейхи ассалату вассалам кана яттажир. Ал ер жеткеннен кейін не істеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? Саудаға кірісті. Ва кана шарикуху ас-саибу ибну аби ас-саиб. Сол саудада бұл кісіге пайғамбарымызға серіктес болған, бірге сауда жасасқан досы шарикі ас-саиб ибну аби саиб. Ва захаба бит-тижарати ли Хадижата радиаллаху анха. Баршамыз білеміз, Хадижа анамыздың саудасын қайда алып барған еді? Шамға алып барды. Иля шами аля жу'лин яхузуху. Жу'л дегеніміз бірнеше тиын тебен деген сөз. Бірнеше тиын тебен үшін не істеді? Хадижа анамыздың саудасын, керуенін апарған еді. Валамма шуррифат Хадижату бизаважих. Хадижа анамыз пайғамбарымызға әйел болып тигеннен кейін, сол шарапатқа ие болғаннан кейін, وكانت ذات يسار عمل في مالها وكان يأكل من نتيجة عمله. Енді Хадижа анамыз дәулетті, отбасынан шыққан, өзінің саудасы бар, текті әйел болғандықтан пайғамбарымыз Хадижа анамызды алғаннан кейін істеді? Сол кісінің малын істей бастады, көбейтті. Сонымен өмір сүріп, сол өзінің еңбегімен нан жей бастады. وحقق الله ما امتن عليه به في سورة الضحى
міне Алла тағала пайғамбарымызға берген нығметтерін Духа сүресінде айтып кеткен еді. Мына Духа сүресіне тоқталатын болсақ, Духа сүресінің өзінің сыры көп. Астаиду билла вад-духа вал-лайли иза сажа. Осы екі аятты мына көпшілік тәпсіршілер былай суреттеген. Таңғы уақыт деген, духа дегеніміз таң сәресі, күн шығатын уақыт. Вал-лайли иза сажа, қараңғы ымырт жабылған сәт, кешкі уақыт деген. Бұл көпшілік тәпсіршілердің айтқан көз қарасы. Алла тағала екі уақытпен не істеп тұр деген, ант етіп тұр деген. Уал-аср, уал-лайли, уақытпен, мекенмен, Алла серт еткен, ант еткен. Уал-балад, дұрыс па? Пайғамбарымыздың туған Мекке, бәләд деп тұрған жері ол не? Пайғамбарымыздың дүниеге келген жері. Енді бір ғалымдарымыз тереңірек кеткен. Енді бұны кейбір тәпсіршілер немесе ғалымдар мына тәпсірді берген, осы тәпсірді айтқан ғалымдарды не істейді? Мойындамау мүмкін. Шектен шығып кетті деу мүмкін. Себебі тәпсірдің түрі көп. Ишари тәпсір деген бар. Ишарат қып кетіп қалады олар, ишаратқа кетіп қалады. Ал біздің оқып жүрген тәпсіріміз ол насси. Неден шықпайды? Кітаптан шықпайды, Құраннан шықпайды, қағидадан шықпайды. Мына ишарат тәпсіріне кеткендер бағанағы екі аятты былай айтқан. Вад-духа дегеніміз ол пайғамбарымыздың жүзі деген. Түсініңіздер ме? Вад-духа. Духа қай уақыт? Таң атқан, күн найза бойындай көтеріліп, жер бетіне шуағын, жарығын шашқан, сепкен уақыт. Кімге ұқсатып тұр осы сәтті? Пайғамбарымызға. Пайғамбарымыздың нұрлы жүзі. Вад-духа. Алла тағала пайғамбарымыздың жүзімен ант етіп отыр деген. Уал-лайли иза сажа. Ымырт жабылып қараңғылық басқан сәт. Ол пайғамбарымыздың қап-қара шашы деп айтқан. Бұндай көзқарас бар, бұндай тәпсір де бар. Мына Духа сүресінде өте көп деген сыр бар дейді. Соған тоқталатын болсақ, биқаулихи жалла зикру, астаиду билла, алам яжидка ятиман фаава, ва ваджадака даллан фахада, ва ваджадака аилан фаагна. Бір аятта Алла тағала пайғамбарымызға берген нығметтерді тізіп айтып кеткен. Біріншісі, алам яжидка ятиман, сен басында кім болдың? Ятим едің ғой. Ятим кім? Жетім едің ғой. Анаң, әкең ерте өмірден өтті. Кімнің қолына өттің? Абу Талиб пен Абдул Мутталибтің қолына өттің. Саған қамқор қылатын адамдарды бердім. Кім? Хадижа анамыз, Абу Талиб, кім? Сахабалар. Міне, жетім едің, сені қамқор қылатын адамдар пайда болды. Фаауа дегенімізде, мәуа дегеніміз баспана бердім саған. Қамқор бердім саған. Біріншісі, екіншісі, уаваджадака даллан фахада. Оны сабақта айттық. Дал деген сөздің 14-тен астам мағынасы бар. Біреу қатты сүю. Мысалға, ер адам, әйел адамды қатты сүйеді, есінен танып қалады. Тамақ жеп отырып, сүйген қыздың есін айтып жүруі мүмкін. Түсінде соны көреді. Дал міне, не істедің сен? Сол сүйгеніңне батып адасып кеттің дейді соны. Міне, қатты сүйеді. Пайғамбарымыз қатты сүйді. Кімді? Үмметін. Үмметін қатты сүйгендігі соншалық не істемек болды? Бәрін, адамзаттың бәрін тура жолға салғысы келді. Сонда Алла тағала не деп айтты? Сен сүйгеніңнің барлығын есе алмайсың, тура жолға сала алмайсың. Сенің міндетің не? Әт-таблиғ. Міндетің не? Жеткізу. Фахада. Қараңыздар. Егер сіз мына жерде пайғамбарымыз адасқан, ол адасып жүрген еді, Алла сақтасын. Сосын барып ол тура жолға түсті, оны Алла тағала тура жолға салды дейтін болсаңыздар, онда мына аят былай тұру керек еді. Ва ваджадака даллан фахадака деп тұру керек еді. Араб тілін түсінген адамдар, білетін адамдар мынаны түсінеді. Ва ваджадака даллан, сен адасып жүрген едің. Сондай қалпыңда, сондай бейнеде таптық сені, сосын сен не істедік?
тура жолға салдық деп айтатын болсаңыздар, онда фахада ка болар еді. Адасып жүргеннен кейін не істедік сені? Тура жолға салдық. Жоқ, мына жер не деп тұр? Фахада, тура жолға салды. Демек, адасып жүрген пайғамбарымыз емес бұл жерде. Демек, дал деген сөздің мағынасы адасып жүргендік білдіріп тұрған жоқ. Ол жерде басқа мағынаны айтып тұр. Ал фахада деген сөз мағынасы не? Алла сенімен, фахада бика илайхи, сенімен не істеді? Адамзатты өзіне тура жолға салды. Сонда пайғамбарымыз хади мәхди дейді. Айтпағы не? Сонда хади тура жолға салушы, сосын не? Тура жолға жетелеуші. Құранда аят бар, ва иннака ла тахди иля сиратин мустақим деген аят бар. Расында сен не істейсің? Тура жолға салушысың деген. Міне, фахадака емес, фахадака деп тұрса онда түсінікті болады. Жоқ. Ва важадака аилан фаағна, сен пақыр едің, мұқтаж едің, не істеді? Байттық. Міне, пайғамбарымыз бай болған ба? Бай болған. Қай мағынада? Алламен. Пайғамбарымыз пақыр болған. Қай мағынада? Алламен. Осы жерге тоқталып кетейін. Имамдар немесе дін саласында жүрген ұстаздар уағызында, сабағында ақиқатты айтады. Ақиқат барысында мынаны айту мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниені иемденбеген, үйінде дүние болмаған, дүниеден арылған. Тек пайғамбарымыз емес, Иса алейхиссалам кез келген пайғамбарды алыңыз, дүние жинамаған, пақыр өмір сүрген, кедей болған дегенді айтса, халық түсінбейді. Сонда мұсылман кедей болу керек па? Сонда мұсылман пақыр болып өмір сүру керек па? Сонда мұсылман мына жетістіктердің ешқайсысын қолданбау керек па деп түсінеді. Мыналар шектен шығып кетті. Негізі ислам олай емес деп айтып отырған ұстазды не істейді? Қабылдағысы келмейді. Жоқ, сіз түсінбедіңіз. Пақырлық деген сөздің мағынасы араб тілінде ол әл-фақир, қазақ тілінде мұқтаж. Қажетсің сен, неге? Аллаға. Соның мағынасы ол. Әл-фақир шынында пақыр бол, пақыр. Аллаға дейді. Аллаға мұқтаждық ол шынайы пақырлық дейді. Ал дүниеге пақыр болсаң, онда сен нағыз пақырсың. Айтпағаны, дүниең болып тұрып, жүрегіңде Алла болмаса, онда сен нағыз пақырсың. Байлық дегеніміз біреу бетсін мүмкін, дүниемен, дәулетпен деп, олай емес. Байлық кіммен тағы да сонда? Алламен. Жүрегіңде Алла болған болса, сен ең бай пендесің, ең дәулетті пендесің. Демек пайғамбарымыз не болды дейді? Бай да пақыр болған. Қалайша? Дүниеге мұқтаж болған жоқ. Ол жағынан пақыр болған жоқ. Кімге пақыр болды? Аллаға деген мұқтаждығы жақсы. Өте үстем болды. Алламен бай болды. Немен бай болған жоқ? Дүниемен емес. Сонда пақырлық дегеніміз шариғатта құпталады. Қай мағынада? Дүниеге деген пақырлықты айтып жатқан жоқ. Дүниеге деген мұқтаждықты айтқан жоқ. Аллаға деген мұқтаждықты айтып жатыр. Сонда әл-фақиру илалла болады. Пақыр кімге? Мұқтаж кімге? Аллаға. Әл-ғанию билля. Алламен бай. Дүниемен, мансаппен, атақпен емес, Алламен бай. Міне сол пендені пақыр деп айтуға болады. Шариғат соны айтып жатыр. Демек не деген сөз? Сен Аллаға ғана мұқтаж болсаң, бай бол, дәулетті бол, бірақ Аллаға деген мұқтаждығың басым болса, қанша бай болсаң да бағана дүниең жүрекке кірмейді дейді. Қолыңда тұра береді. Не істей аласың? Кез келген сәтте бере аласың. Міне сен нағыз пақырсың. Біз сол пақырлықты айтып жатырмыз. Байлық деген тағы да сол. Сен қанша кедей бол, бірақ Алламен бай болсаң, ешкімнен сұрамайсың сен. Неге? Ешкімге қол жаймайсың. Неге? Себебі сен нағыз байсың. Қалай? Еш нәрсе жоқ қой бұл пендеде? Жоқ, нағыз бай. Себебі кіммен ол? Алламен. Керісінше болсашы? Керісінше қараңыздар. Дәулетті. А жүрегінде Алла жоқ. Ол онда нағыз пақыр. Нағыз пақыр сол. Неге? Оның қажеттілігі дүниеге. Керісінше. Пақыр дүниесі жоқ. Жүрегінде Алла жоқ болса, ол да сол не дейді? Нағыз пақыр сол. Неге? Еш нәрсесі жоқ, бірақ дүниеге мұқтаж. Ол да пақыр.
Міне соны түсіндіреміз біз. Соны түсіну керек. Не дейді? Сен пақыр мұқтаж едің, бірақ не істеді? Фәағна, сені бай қылды. Қараңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде не деп айтты? Валлаху юъти ва ана қасим деген. Алла маған береді, мен не істеймін? Бөліп берем деген. Бөліп берем. Сонда ырыздық, Алладан келетін кез келген нәрсе кімнен өтеді бірінші? Пайғамбарымыздан өтеді. Пайғамбарымыз арған не істеп береді? Бөліп береді. Фәағна деген сөз мағынасы не? Сонда пайғамбарымыз байытады сені. Қалайша? Алла пайғамбарымызға береді, пайғамбарымыз маған береді. Міне тұр. Фәағна, сені байытты. Уаказалика ухайна илайка рухан мин амрина. Өзіміздің рухымыз. Не бұйрықпен жіберген кім? Жибрил алейхиссаламды жібердік. Ма кунта тадри. Демек, сен мына адамдық қалпыңда жүріп, мына пенделік бейнеде жүріп, сен кітап пен иманның не екенін білмей жүрген едің. Қайсын айтып отыр сонда? Мына адамдық айтып отыр. Мына денеге айтып жатыр. Сол тұрғыдан сен білмеген едің. Бірақ іштегі осы денені көтеріп жүрген рух бар ғой. Ал ол рух біледі. Демек, мына жерде мә кунта тадри, білмеген едің деген сөз кімге айтып жатыр? Пайғамбарымыздың Мұхаммадиясын айтып жатыр. Мұхаммадия дегенімізде мына тәніне айтып жатыр дейді. Түсінікті ма? Ал руханияты, ал пайғамбарымыздың руханиятының есімі кім? Ахмад. Рухани әлемде пайғамбарымыздың есімі кім болған еді? Ахмад болған. Әлемге біздің ортамызға шыққанда кім болып аталды? Мұхаммад болып аталған. Сонда бағанағы мына жерде мә кунта тадри, сен білмеген едің деген аят сөз қай жаққа бағытталып жатыр? Мұхаммадиясына, адамдығын айтып жатыр. Мә кунта тазкур, есіңде жоқ еді. Тағы да қуаттайын. Әл-мисақ мәселесі. Қал Аллаху Таала, адамзатты жаратқаннан кейін, әләсту би раббикум, сендерді жаратқан мен емеспін бе? Сұрады ғой, сұрады. Жер бетіндегі адамзаттың барлығы, кәпірі болсын, мұсылманы болсын, қияметке дейін жаратылатын адамзаттың барлығы деп айтты? Бәлә деп айтты. Дұрыс па? Я, бізді жаратқан сенсің деді. Уәде берілген, сөз берілген. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Ол хақ, болған, орын алған нәрсе. Бірақ қазір менің есімде жоқ. Қазір менің ойымда жоқ. Неге? Ұмытқанмын мен. Міне, пайғамбарымызға да сондай жатыр. Сен анау әуел баста алған нұрды қаншама атаның белінен өту себепті Мұхаммад болып шыққандықтан не істедің? Ұмытып қалған едің. Қашанға дейін біздің рухымызды, кімді айтып жатыр бұл жерде рух деп? Жибрил алейхиссаламды жіберерге дейін, оны жіберерге дейін не болды? Сен ұмытқан едің. Біз бағанағы Аллаға берген сертті қашан еске түсіреміз? Білесіздер ме? Адамның бойындағы мына сыр болған. Қулер руху мин әмри рабби. Рух жайында сұраса айт, я Мұхаммед, ол Алланың ісі деп айтқан. Міне, мин әмри рабби, әмір Алланың ісі. Ол Алладан деп айт деген, сұрамаңдар деген. Сол рух алқымнан шыққан кезде, шыққан сәтте-ақ, қараңыздар қызығы, шыққан сәтте-ақ бағанағы әл-мисақта болған сөзді есіне түсіріп алады екен. Қабырға жерленбей жатып, үйде мәйт жуылған сәтте, жуылардың алдында тіпті соңғы сөзі кәлимасы ла илаха иллаллах Мұхаммад расулу деп айтады ғой. Сонымен деп соңғы демін алғаннан кейін ақ рух шыққан кезде әл-мисақта болған сөзін есіне алады екен. Тозақ пен жаннатты көріп қояды, періштелерді көріп қояды, амал дәптерін көріп қояды. Сол сәтте көріп қояды деген. Неге? Мына қапасты тастады дейді. Ал адамның денесі мынау қапас болып есептеледі. Қай мағынада? Рухты қысып ұстап тұрған. Содан ғалымдарымыз айтқан, иза сафат ва тахурат ар-рух хаффатил бадан деген. Денедегі рух тазарып, тазаланса, дене жеңілдейді деген. Қайтып айтайын, қағида. Дененің ішіндегі сыр болған рух, ішінде ма, сыртында ма, Алла біледі, сол рух тазаланса,
не болады? Дене жеңілдейді деген. Қазіргі таңда адамдар неге суицидқа барады? Неге өздеріне қол жұмсайды? Білесіздер ме? Денедегі тұрған рух кірлеп кеткен. Кірлегені соншалық қап-қара боп, кір боп өліп қалған. Содан автомат түрде не болады? Дене де ауырлайды. Дене не істейді? Өле бастайды. Оны қызықтыратын еш нәрсе болмайды. Ол арақты да ішіп көреді. Рух өліп қалған, кірлеп өліп қалған. Оның нұры, оның қуаты, ол не? Пайғамбар мен Құран. Сол арқылы рух не істейді? Шабыттанады, тазаланады, күшейеді. Оны бермей қойсан, азығын бермей қойсан, рух кірлеп өле береді. Өлгені неге апарады? Дененің ауырлауына апарады. Дененің ауырлауы мынау: надандық, жалқаулық, зұлымдыққа апарады. Абай атамыз айтқандай. Сосын не болады? Өмірге деген қызығушылық бар ғой, өшеді. Сосын айтады, өлгім келеді дейді. Ол сөзді неге айтқан білесіз бе? Ол сөзді айтып отырған пенденің ішінде тұрған, немесе бойындағы рух өліп қалған. Нәрі үзілген, шуақ түспеген. Сол себепті ол арақты да көреді, анан көреді. Неге мынандай әрекет жасайды білесіздер ме? Неге бәрін істеп көреді? Ана рухты ояту үшін істейді деген адам. Анадан тауып алам ба, мынадан тауып алам ба деп арақты ішіп көреді, болмайды, қызығы кетіп қалады. Шегіп көреді, болмайды, қызығы кетіп қалады. Анан оятайын дейді, таппайды. Соңында бәрін істеп болған кезде шайтан келеді екен. Сосын ой салады: бағанағы ләззатты сен қайдан табасың? Өлтірсең сонда табасын дейді. Сонымен отырады екен: мен өлгім келеді деп. Міне, рух кірлеп ауырлады, дене де ауырлайды. Ал рух тазаланып, нұрланған сайын дене жеңілдей береді дейді. Оның мысалын айтайын. Байқадыңыздар ма? Немесе естідіңіздер ме? Бір адамның энергиясы біз тасып тұрады, шаршамайды. 1-2 сағат ұйықтайды, атып тұрады, қане, давай, бүйтіп істейік, ана істейік, мына істейік. Қасында жүрсең, ана кісінің энергиясында сен энергия аласың. Ондай адамдардың рухы дейді, таза дейді. Сол себепті денесі қанша шаршаса да не істеп кете береді? Рухы көтеріп кете береді екен. Тұрғызып алып кете береді. Кішкене көзін жұмада тұрып кете береді. Қарын ашқан сезбейді. Рух күшті дейді. Рухтың алып тұрған шуағы күшті дейді. Сонда адамдар байқайсыздар. Кішкене ұйықтайды, қарасаң, таң қаласың. Тіпті ол кісінің сондай әрекеттен ұйықтамайды деген баға беріп жүресің. Тамақ ішпейді, қарап отырсаң, тамақ ішпей болып жатқан уақытын көрмейсің. Содан не деп айтып жүресің? Бұл кісі тамақ ішпейді деп айтып жүресің. Негізі тамақ ішеді, бірақ не? Аз тамақ ішеді. Денесін көтеріп жүрген іштегі рух екен. Сол себепті дене ауырғанмен де рух күшті болса не істеп кете береді? Көтеріп кете береді. Міне, осындай сырлар бар. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи ва саллям сұраған екен: «Я наби Алла, я Расулалла, мата кунта набиян». Тирмизиде келген хадис қателеспесем, пайғамбарымыз айтады: «Кунту набиян ва адам мунжадилун фит тураб ва рух» деп айтқан. Я Алланың елшісі, қашан пайғамбар болдыңыз? Мата кунта расулан деп сұрамаған дейді. Мата кунта набиян, қашан пайғамбар болдыңыз? Пайғамбарымыз айтады: «Кунту набиян ва адам мунжадилун байна тураб ва рух». Адам топырақ пен рухтың ортасына жатқанда мен пайғамбар боп қойғамын дейді. Ал біз не деп жүрміз? Пайғамбарымыз 40 жас, тіпті 40 жас деп қателесіп. Нақтысы 40 жас 6 айында. Кім келеді? Уахидап. Пайғамбарымыздың пайғамбар екенін есіне салу үшін кім келіп тұр? Жибрил алейхиссалам келген. Пайғамбар болу үшін емес, яғни сен пайғамбарсың деп құрандап келмеген. Бәлкім не істеп келіп тұр Жибрил алейхиссалам? Есіне салып тұр. Қателеспей, кімде кім дейді? Ұстазым айтады: егер де пайғамбарды солай суреттеп, солай ұғынып жүрген болса, солай оққан болса, кәлимасын айтсын деді. Кәлима дегенімізде қайтадан иман етсін деді. Ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулулла деп айтсын деді. Неге? Себебі сен 40 жас 6 айында, немесе 40 жасында Құранды алды, Құранды алып пайғамбар болды деген болсаң, онда оның алдында 40 жас өтіп кетті ғой. Ол қандай адам деп айтып жатырсың дейді. Пайғамбар емес, жай бір адам болды деген айтасың дейді. Олай айтуының өзі күпірлікке апаруы мүмкін дейді. Олай айтуының өзі дейді, сенің иманыңның әлсіз дейді. Әлі иман етпепсің дейді.
Неге? Себебі пайғамбарымыз иманның рукіні. Иманның рукіні сол кісі. Қалайша? Алланың құдірет иесі екенін кім айтып келді бізге? Пайғамбарымыз айтып келген. Нұрдан жаратылған періштелер бар дегенді кім айтып келді бізге? Пайғамбарымыз айтып келді. Жаннат, тозақ бар дегенді кім айтты? Пайғамбарымыз айтты. Оның алдында пайғамбарлар өткен, жер бетіне құрандар, кітаптар түсті деген кім айтты? Пайғамбарымыз айтқан. Сенің тағдырың жақсы болсын, жаман болсын, ол Алланың жазған деген кім айтты? Пайғамбарымыз айтты. Міне, осыдан ғалымдарымыз айтқан. Пайғамбарымыз мына иманның рукіні деген, жартысы деген, негізі деген. Себебі жер бетіндегі кез келген пенде Алланың бар екеніне иман еткен. Бар деп айтады бәрі. Бәрі мұсылман болып кетіп болсын? Жоқ. Оған кім қосылу керек? Иман кәміл болу үшін, толық болу үшін кім қосылу керек? Мұхаммед қосылу керек. Міне иманның жартысы, рукіні. Әйтпесе пайғамбарымыздың кезіндегі меккелік құрайыштардан да сұраған, мүшриктерден, мына аспан мен жерді кім жаратты дегенде, қалу, Алла демеді ме? Алла жаратқан деді. Онда олай болған болса, мына пұттарға неге табынасыңдар дегені не айтты? Бізге Аллаға не істеп береді? Айтқанымызды, немесе сұрағанымызды не істеп береді олар? Аллаға жеткізіп береді. Осылар арқылы Аллаға жақындаймыз демеді ме? Міне демек жер бетінде кез келген пенде Аллаға иман етіп қойған. Бірақ ол иманы жарамайды, есептелмейді кімге иман етпегендіктен? Мұхаммедке. Егер де сіз 40 жасында пайғамбар болды деп жүрген болсаңыз, иманыңызда нұқсан бар. Неге? Дүниеге келгеннен бастап 40 жасына дейін ол қарапайым біз сияқты пенде болғанды айтты. Пенде болған дегенді айтып тұрсыз. Оның алдында ол ұмшақ болуы мүмкін. Оның алдында ол шайтанға азғыруына түсіп қалуы мүмкін деген сөз айтып тұрсыз. Бұл иманнан кеттіңіз дейді. Сол себепті пайғамбарымызды танып білу керекпіз. Осы сәтте айтып кетейін, ілім саласында жүрген біз бұны жақсырақ білу керекпіз. Пайғамбарымыздың мәулетін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тойлатуды бұйырмаған, өзінің туған күнін сүннет қып қалдырмаған. Пайғамбарымыздың туған күнін тойлату ол шариғаттық сүннет емес. Пайғамбарымыздың туған күнін, мәулетін, туған күнін атау ол ғұрыптық сүннет. Ғұрфи, біздің өзіміздің шығарғанымыз. Бірақ пайғамбарымыз тойлама демеген, тойла деп айтпаған. Сонда не болып қала береді? Усул фиқхта оқығандай бұл іс не болып қала береді? Ибаха болып қала береді, рұқсат етілген іс. Пайғамбарымыздан сұраған, я Алланың елшісі, осы күні сіз неге ораза ұстайсыз деп сұрағанда не деп айтты? Мен осы күні улитту фихи ва бу'итсу фихи. Мен осы күні дүниеге келдім, туылдым, осы күні маған пайғамбарлық берілді. Қай мағынада? Бағанағы Жибрил алейхиссалам келіп, менің пайғамбар екенімді есіме салды. Қай күні? Яумул иснейн. Қай күні Меккеден шықты? Яумул иснейн. Қай күні Мәдинаға жетті? Яумул иснейн. Қай күні Бәдір соғысы болды? Яумул иснейн. Қай күні Ухуд соғысы болды? Яумул иснейн. Пайғамбарымыздың өмірбаянын оқысаңыз, кез келген соғыс, кез келген оқиғаның барлығы білесіздер ме? Яумул иснейн болған. Тіпті қателеспесем, әкесінің өзі қайтыс болған күні, анасының өзі қайтыс болған күндері сол күнге келеді. Яумул иснейнге келеді. Фәтх қылған күні яумул иснейн. Содан сұраған ғой, неге ораза ұстайсыз деген? Мен осы күні туылдым деген. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің туған күнін, бұл жалғанға келген күнін атады дейді, бірақ форматы қандай? Сурасы сурет қандай? Шүкіршілік қылды дейді. Міне, атауға болады. Қашан басталды мәулид? 600 хижрида. 606 ғасырда, хижридің 6 ғасырында. Оғанға дейін не болды? Оғанға дейін ешкім атамаған, ондай кеш өткізбеген. Неге? Себептері мынау. Сахабалар не істеді? Дінді және Құранды жеткізумен шұғылданды. Сонымен әлек болды. Жан жаққа шапты. Пайғамбарымыз оларға дүние бермеген. Пайғамбарымыз нені қалдырды? Дін мен Құранды қалдырды. Таракту фикум шайайни фа ин тамассактум бихима фалан тадиллу абада. Мен сендерге екі нәрсе қалдырдым, Құран және сүннетім. Егер бекем ұстансаңдар, ешқашан адаспайсыңдар деді. Міне пайғамбарымыз айтады,
бағанағы бауырларымызға, сәләфтарға бізге кепілдік беріп кеткен пайғамбарымыз. Мына сөз не дейді? Біз үшін кепілдік. Сендер ешқашан адаспайсыңдар. Демек, пайғамбарымыздың үмметі адаспайды, бірақ дүниеге кіріп кетуі мүмкін. Дүниемен адасу мүмкін. Бірақ Аллаға серік қосу жағынан пайғамбарымыз кепілдік беріп қойған бізге. Сахабалар не істеді? Пайғамбарымыздан Құранды қалай алды, соны жеткізу керек болды. Жан-жаққа шапты. Пайғамбарымыз Омарға, Абу Бәкірге, Османға жер, алтын, дүние бермеген. Нені берді? Дінді берді. Сол себепті жан-жаққа шапты. Отыра алмады олар бейбіт заманда кеш жасап, пайғамбарымыздың сипаттарын айтып, мәуліт атап отыра алмады. Не істеу керек? Дінді жеткізу керек. Сонымен олардың кезеңі өтті. Кімге табыстады? Тәбииндерге табыстады. Тәбииндер не істеді? Сахабалардан не істеді? Алды Құранды. Енді не істеу керек? Олардың уақыт өтіп баратыр. Жоқ, бұл аманат, қиянат қылмау керек деп сахабадан алған Құранды не істеді? Қалам алып қағазға түсірді. Сахабадан естіген дінді, хадисті не істеді? Кітапқа жазды. Демек, тәбииндердің атқарған қызметі, олардың миссиясы не болды? Өз дәуренінде кітапқа түсіріп кетті. Сахабаның айтқан. Олар өтті. Кез келген нәрсе не істеу керек болды? Тез-тез жазып қалу керек болды. Сахаба өтіп баратыр өмірде. Олардан не істеді? Осылайша отыралған жоқ дейді. Бас қосып, мәуліт атайық келіңдер деп. Жоқ. Әттібәу тәбиин келді. Олар не істеді? Қараса барлық нәрсе кітапта тұр. Том кітаптар жатыр. Соны ашып не істеу керек? Оқу керек болды. Оқыса не істелген? Барлық нәрсе жазылған, бірақ бапталмаған. Түсінікті? Жүйеленбеген. Кейбір нәрсені айтуға болады, кейбір нәрсені айтпау керек, кейбір нәрсені зерттеу керек. Олар отырып бас сұқты да не істеді? Баптай бастады. Ақида деп жеке жазып шықты, хадис деп жеке жазып шықты, фиқ деп жеке жазып шықты. Ілімді не істеді? Жүйеледі. Ал міне енді әтбәу тәбииннің кезеңі өткен кезде дін тұрақтала бастады дейді. Құран бар. Қалай оқиын бесең бәрі бар. 10 қираат тұр. Түсінікті ма? Фиқ бар, хадис бар. Ешкім уайымдамайды. Жоғалып кететін болды. Сахаба өліп кететін болды. Онымен Құран кетіп қалады деп ешкім уайымдамайды. Неге түсті? Кітапқа түсті. 4-ші хижра өтті, 4-ші. 5 өтеді. Сол аралықта адамдар не қылып қалды дейді. Намаз, құлшылық, дүниемен әлек болды дейді. Қарап отырса, дін, ғалымдар дінді денеге ұқсатады. Мына денеміз дін дейді. Не болып қалды дейді? Құр, бос не болып қалды дейді? Дініміз дене сияқты болып қалды. Бос. Ішінде несі жоқ? Рухы жоқ. Сонымен ойланып кеп, мынаны түсінді. Діннің рухы ол кім деді? Пайғамбарымыз деді. Демек, мына денені оятатын, тұрғызатын, жүргізетін не ол рух? Сол рух кім деді? Мұхаммед деді. Демек, діннің рухы кім? Мұхаммед Расулалла. Соны не істеді? Халықты не істеу керек болды? Қайтадан пайғамбарымызға иман еткен үмметті қайтадан не істеу керек болды? Пайғамбарымызға қарай бет бұру керек болды. Содан не істеді? 6-ші хижрида ол кезде патшалық мына Иракта болған халифа ұзын көшеге дастархан жайған. 3 уақыт тамақ береді, 1 ай бойы. Қай ай? Рабиул әуәл, Рабиул Анвар айында 1 ай бойы бағанағы ұзын көшенің басына дейін, аяғына дейін тамақ. 3 уақыт. Не істеген? Халықты жинайды, халық тамақ ішіп болғаннан кейін мен деген ғалымдарды, әулиелерді әкеп қойып отырғызып қойып, пайғамбарымыздың өмір баяны, арнаулар, Құрандағы мадақ аяттар, солардың бәрін не істеді? Халыққа айтты, жеткізді. Содан халық пайғамбарымызға деген махаббатын оятып, қайтадан рухтана бастады. Содан кейін ақ не қылып кетті дейді? Әр адам, әр жерде, әр халық өзінің деңгейінде нені атап өте бастады? Мәуліт кешін атап өте бастады.